Hello everyone children. Барлықтарыңызға сәлем. Lesson 35 past simple negative form. Negative form дегеніміз балалар бұл болымсыз сөйлем құрап үйренеді екенбіз, иә? Яғни біз осы уақытқа шейін past simple'дың болымды сөйлемін үйрендік және ортасында сұраулы сөйлемді үйрендік, иә? Өткен шақта қалай сұрақ қоятынымызды, иә? Енді бүгін бұйырса міне болымсыз сөйлемді үйренеді екенбіз. Олай болса алдымен біз бірінші есімізге түсіріп алайық. Жалпы past simple'да бізде етістіктер екіге бөлінеді, иә? Дұрыс етістік regular verb. Бұлар сөйлем құралғанда қалай болады? Verb қосылған ed. Яғни маңызды жоқ. Маңызды жоқ. I ма, you ма, we ма, they ма, he ма, she ма, it па маңызды емес. Барлығына, яғни өткен шақта егер дұрыс етістік болатын болса, онда ed қосып айтады екенбіз. Ол көп адам болсын, ол бірақ адам болсын, бірақ зат болсын, етістікке ed қоссақ, онда болымды сөйлем болған кезде ол өткен шақты білдіреді екен. Енді екінші түрі етістіктің бұл irregular verb. Бұл деген дұрыс емес етістік. Бұл кезде не істеуші едік біз? Бұл кезде біз remember, яғни есіңде болсын. The second form of the verb. Яғни еске түсіреміз, немесе есімізде сақтаймыз, екінші форманы, ненің? Етістіктің екінші формасын есімізге түсіреді екенбіз. Яғни біз болымды сөйлем болған кезде I, you, we, they, he, she, it-тен кейін етістіктің екінші формасын қолданады екенбіз балалар. Ал енді болымсыз сөйлемі қалай құралады? Соны айтайық мысалы. Present simple'да балалар естеріңізге түсірейін, I, you, we, they болған кезде don't, содан кейін қосылған verb болатын, He, she, it болған кезде doesn't, қосылған verb болатын, Олар do not немесе does not деп те айтуға болатын. Енді болымсыз сөйлем болған кезде жазып алыңыздар. I, you, we, they, маңызды жоқ. He, she, және it. Міне, кез келген есімдікке didn't қосылған verb. Яғни біз алдында сұрақ қойған кезде did'тен бастап қоятымыз. Мысалы, did you play, ойнадың ба? Did you get up, тұрдың ба деген сияқты, Міне, тура сол did'ға біз not'ты қоя салады екенбіз. Яғни былай да жазуға болады. Did not деп те жазуға болады. Didn't немесе did not деп жазуға болады. Бірақ көп жағдайда осылай қысқартып жазғанымыз абзал. Сонда I, you, we, they, he, she, маңыз жоқ. Didn't қосылған verb болатын болса, немесе did not қосылған verb болатын болса, онда бұл өткен шақтағы болымсыз сөйлем болып саналады екен балалар. Енді жақсылап түсінікті болу үшін бірден мысалымызға көшейік, бірден практикамызға көшейік. Мысалы, мен ойнамаймын деп айтатын болсақ, онда біз present simple'да I don't play деп айтамыз, Бірақ мен ойнаған жоқпын. Өткен шақты айтып отырмыз, Ондай жағдайда біз don't емес didn'тті қолданамыз. Сонда I didn't play. Мен ойнаған жоқпын. Мысалы, мен оны кеше көрген жоқпын. Міне, өзі сөзінде айтып тұр, кеше көрген жоқпын, Сонда I өткен шақ болады. Didn't, don't деп шатастырмаймыз. I didn't see. Енді қараңыздар, балалар, мынау дұрыс етістік, play. See дұрыс емес етістік, Біз болымды сөйлем болған кезде, біз не істеуші едік?
болымды сөйлем болған кезде етістікке ed қосып алатынбыз. Не болған кезде дұрыс емес етістік болса, біз онда екінші формасын қолданатынбыз, иә? Бірақ бұлар тек қана болымды сөйлемде ғана. Жақсы ма? Тек қана болымды сөйлемде. Біз ана present simple кезінде біз болымды сөйлемде ғана he, she, itқа s қосамыз ғой, дұрыс па? Ал болымсызда, сұраулыда біз s қоспаймыз, иә? Етістікке тура сол сияқты, яғни сұраулы сөйлем болсын, didn't деген болымсыз сөйлем болсын, яғни мына жерге ешқандай ed қоспаймыз. Яғни мынаны екінші форма бүйтіп so деп жазбаймыз. Бұның барлығы қате. Яғни бірінші формасы, әрдайым бірінші формасы, немесе өзінің дұрыс етістік болса, ешқандай қосымшасыз жазылады екен. I didn't see her yesterday. I didn't see her yesterday. Түсінікті ма? Мен оны кеше көрген жоқпын. Ал егер мен көрдім деп айтатын болсам, ол уже болымды сөйлем, иә? Олай болса, I saw деп уже екінші формасын қолданамыз. Жақсы ма? Сұрақ қойған кезде де бірінші формасы ғана қолданамыз. Did you see her yesterday? Сен оны кеше көрдің бе? Did you see? See. Бірінші. Тек қана болымды, иә, көрдім, көрді деп айтқан кезде ғана біз екінші форманы қолданамыз. Соны мұқият тыңдап отырыңыздар. Мысалы, мен сенің кілтіңді тапқан жоқпын. Тапқан жоқпын деп тұр, иә? Мен сенің кілтіңді таптым десе, онда found деп айтамыз. Ал тапқан жоқпын, I didn't. Онда find деп не аламыз. I didn't find. Бірінші формасын қолданамыз. I didn't find your keys. Сенің кілттеріңді тапқан жоқпын. Бұл жерде өткен шақты білдіретін сөз ол мынау didn't. Яғни didn't дегеннен кейін біз уже бірден білеміз уже. Бұл өткен шақ екен, иә? Сол үшін де қажеті жоқ. Found деп екінші форманы қоюдың қажеті жоқ. Келесі мысалымыз, ол білген жоқ, не айтарын? Ол білген жоқ, не айтарын? Енді біз ол не айтарын білген жоқ деп айтамыз, иә, қазақ тілінде. Бірақ сендерге оңай болу үшін она не знала деп айтады орысша. Бұл жерде демек. Көрдіңіз бе? She болсын, I болсын, did болады екен. Didn't. She didn't know. Көрдіңіздер ме? Біз алдында ол білді деген кезде she knew деп айтатымыз, иә? Ал енді білген жоқ, she didn't know. Яғни бірінші формасы. She didn't know. Не айтарын? What to say. What to say. Орысша келеді. Орысша аударсаң. Она не знала, что сказать. Яғни сказать деген бұл етістіктің түбірі, иә, ешқандай қосымшасыз. Сол үшін де соны біз сондай түбір етістікті біз инфинитив дейді. Орыс тілінде сол инфинитив to арқылы жазылады. To say. Сказать, яғни орыс тілінде мягкий знакпен бітетін сөздердің барлығы міне осылай. To say. Сказать, играть, плавать, читать деген барлығы. Мысалы, неде жазылады ғой? Бізде оқу, сөйлеу, жүгіру, қашу, қорқу, жату, тұру, ішу, жеу деген сияқты. Яғни түбір сөздер осылай инфинитив деп аталады екен да, to арқылы жазылады екен. Келесі мысалымыз, ол рахметін айтқан жоқ болғанда рахметін білдірген жоқ деп айтамыз ба, қалай айтамыз? Не поблагодарил деп айтайықшы, мысалы орысша. He didn't thank. He didn't thank. Яғни рахметті біз білесіңдер, е? Thank you деп күнде айтамыз, е? Thank you very much деген сияқты. Бұл thank деген ол, яғни благодарить, рахмет айту екен жаңағы. Thank say деп айту деп онда тікелей мағынада айтпаймыз. Thank деген ол уже рахмет айту. Яғни ол рахмет айтқан жоқ. Рахмет айтқан жоқ өткен шақта. Кімге? Оларға. Them for үшін, не үшін? Help.
Help деген балалар етістікте болып келеді, және зат есімде болып келеді. Яғни көмектесу деп те айтуға болады, көмек деп те айтуға болады. Яғни ол рахмет айтқан жоқ оларға. Не үшін? For үшін. Help көмек үшін. Ол көмек үшін рахмет айтқан жоқ. Толық айтқан кезде ол оларға көмектескені үшін рахмет айтқан жоқ. Өткен шақта. Он не поблагодарил их за помощь. Так, біз фильмді ұнатқан жоқпыз. Немесе бізге фильм ұнаған жоқ. Өткен шақта ұнатқан жоқпыз. We didn't like деген, ұнату деген like, бұл дұрыс етістік. Яғни ed қоспаймыз. Біз ұнаттық десек, we like it деп айтатын еді. Біз ұнатқан жоқпыз. We didn't like the film. Біз киноны ұнатқан жоқпыз. Келесі мысал. Дұрыс жауап менің есімде қалған жоқ. I didn't remember. Remember деген балалар помнить, запоминать. Орысша айтқан кезде, яғни есінде сақтау, есіне сақтау, есінде қалу деген сияқты. Есімде деп айтамыз ғой, я мен есімде деген сияқты, ұмытқан жоқпын деген сияқты. Сол етістік remember екен. I didn't remember. Яғни мен есімде болған жоқ. Не болған жоқ? The correct answer. Answer тоже. Яғни етістікте болып келеді екен, және зат есімде болып келеді. Answer жауап беру етістік болатын болса, ал зат есім болатын болса, онда ол жауап. Жауап. I didn't remember the correct answer. Мен дұрыс жауабын, яғни дұрыс жауабы есімде болған жоқ болмаса, есіме түсіре алмадым деген сияқты. Есіме түсіре алмадым дұрыс жауабы. Өткен шақта. Келесі сөзіміз I didn't want to study there дейді. Ол не деген сөз? Өздерің аударып көріңдер. I didn't want to study there. I didn't want to study there. Яғни, мен қалаған жоқпын. Не істеуді? Оқу. Оқу. Мына жерде инфинитив кеп тұр, Жалпы екі етістіктің ортасына біз to қоямыз. Себебі екінші етістік ол әрқашан инфинитив болып саналады. Яғни, қалаған жоқпын, оқуды қай жерде? Ана жерде. Мен ана жерде немесе сол жерде оқығанда қалаған жоқпын. Я не хотел учиться. Учиться там. Келесі мысалымыз. Мен мына есепті шығарған жоқпын. I өткен шақ. Didn't solve. Есепті шығару. This task. I didn't solve this task. Я не решил эту задачу. Орысша айтқан кезде, яғни задача, тапсырма, бір есеп, ол task болады екен. Мынау решать. Решать болған кезде де жаңағы шығару бір нәрсені, яғни шешімін табу, бір есептің. Сол, яғни шешімін табу болған кезде де осындай есептерге байланысты айтылады. Мысалы, шешім қабылдадым деген нәрсе, ол басқа, decide деген етістік, decide ол шешім қабылдау, solve, яғни шешу, шешімін табу, бір есептің шешімін табу мысалы. Келесі мысалымыз, мен білген жоқпын. Мен білген жоқпын. Нені? Қалай шығару керек екендігін. Қалай шығару керек екен? Қалай шығару керек екен? How to solve. Қазір ғана айттық, шығару, шешімін табу. How to solve it дей салайық. Немесе this task, мына есептің қалай шығару керек екенін
білген жоқпын деп айтуға болады. Немесе мынаны қалай шешу керек екенін білген жоқпын. I didn't know how to solve it. Қалай шығару керек екенін білген жоқпын. Не айту керек екенін білген жоқпын. What to say деймін. Көрдіңіздер ме? Осылай құралады екен осындай сөйлемдер. I didn't know how to solve it. Ол айтқан жоқ маған. Барлық шындықты. Қалай болады? She didn't. Яғни айтқан жоқ маған деп тұрмыз, иә? Яғни қай етістікті қолданамыз? Дұрыс айтасыңдар. Tell me. Яғни told деп екінші формасын қолданбаймыз. Себебі бұл жерде уже didn't уже айтып тұр бізге өткен шақ екен. She didn't tell me. Ол маған айтқан жоқ. Барлық шындықты. All the truth. Ол барлық шындықты айтқан жоқ десек, маған дегені жоқ болатын болса, онда біз бүйтіп айтатын едік. She didn't say all the truth. Ол барлық шындықты айтқан жоқ деп say-ді қолданады. Бірақ ол барлық шындықты маған айтқан жоқ деп айтып отырғандықтан, біз say емес tell-ді қолданып отырмыз. Мен сенімен келіскен жоқпын. I didn't agree. Балалар, agree деген келісу, соглашаться. I didn't agree. Мен келіскен жоқпын. Сенімен бірге деген бізде with еді, with you. Сенсіз without you екен, сенсіз without болатын, сенімен бірге деген with you болады екен. With you. I didn't agree with you. Мен сенімен келіскен жоқпын. Өткен шақта балалар. Жақсы ма? Didn't барлығы өткен шақ. Осы шақта мен сенімен келіспеймін. Мен сенімен келісіп тұрған жоқпын қазір. Мен сенімен келіспеймін осы шақта айтатын болса, онда I don't agree with you деп айтады екен. Жақсы ма? She болса, she doesn't agree with you. Ол сенімен келіспейді. She doesn't agree with you. Ал өткен шақта I didn't agree with you. She didn't agree with you. Бұл жерде I болсын, she болсын барлығы didn't болады екен. Сұрағы, did you agree with me? Сен менімен келістің ба? Немесе қазір сен менімен келісесің ба? Do you agree with me? Ол сенімен келісе ме? Does she agree with you? Жақсы ма? Осы ережелерді ұмытпаңыздар. Келесі сөйлеміміз. Мен басында оған сенген жоқпын. I деген әрқашан бас әріппен жазылады балалар, сөздің ортасына келген кезде де. I didn't believe him. Believe деген балалар сену, доверять. I didn't believe him. Мен оған сенген жоқпын. I didn't believe him. Енді at first. Мен басында оған сенген жоқпын. Яғни first деген бірінші, at first деп айтатын болсақ, онда басында болады екен. Басында деген мағынаны білдіреді екен. At first. Басында. Біріншісінде деген сияқты. I didn't believe him at first. Мен басында оған сенген жоқпын. Так. Ол бізге көмектескен жоқ. Қалай болады өздерің аударып көріңдер, Ол бізге сенген жоқ. Өткен шақ. He didn't. Жоқ деп тұрмыз, He didn't көмектескен жоқ. Help. Бізге us. He didn't help us. Ол бізге көмектескен жоқ. Мен өткен аптада сабаққа барған жоқпын. Ал аударып көріңдер. Бұл сөздерді сендер білесіңдер. Мен өткен аптада сабаққа барған жоқпын. Сабаққа барған жоқпын деп айтып аламыз. Содан кейін барып өткен аптада деп соңын айтады екенбіз. Барған жоқпын. Яғни қазір барып жүрген жоқпын деп тұрған жоқпын. Барған жоқпын деп өткен шақта айтып тұрмын. Сол үшін didn't болады. I didn't
яғни уже бұл жерде екінші форма қолданылмайды, кәдімгі бірінші форма. I didn't go. Go-дан кейін міндетті түрде to болады, себебі бағыт-бағдарды білдіретін сөз. Go деген I didn't go to school. Мен мектепке барған жоқпын. Өткен апта, last week. Сендерде де тура осылай болды ма? Жарайсыңдар, егер тура осылай болса. I didn't go to school last week. Мен сізді түсінген жоқпын. Мен сізді түсінген жоқпын. Өткен шақта. Мен сізді түсініп тұрған жоқпын. Немесе мен сізді түсінбеймін деп айтатын болсақ, I don't understand you деп айтамыз, иә? Түсініп тұрмын деп болсақ, I understand you деп айтамыз. Өткен шақта мен сізді түсіндім деп айтсақ, I understood you деп айтамыз. Екінші форманы қолданамыз. Ал түсінген жоқпын деп, I didn't understand you. Бірінші формасын қолданады екеміз. Келесі сөйлеміміз. Ол танымал, ол сондай танымал болған жоқ. Яғни болған жоқ деген кезде, орысша айтқан кезде становиться деген етістік. Он не стал, бола алмай қалды деген мағынада ғой. Так. She didn't become. Сондай танымал, so popular. She didn't become so popular. Ол сондай танымал болмады. Become. Болу. Становиться. Енді қараңыздар, мына жерде айтайын дегенім, қараңыздар. So деген сондай деп айттық, иә? So popular. Сондай танымал. Бұл жерде popular деген бізде сын есім, иә? Біз алдында айтқан болатымыз. Егер мына жерде сын есімнен кейін зат есім келетін болса, онда сондай деген сөз қалай болады дедік? Such деп айттық, иә? Яғни бұл 18 сөйлем емес. Сол осы 17 сөйлем деп жазайық. Мысалы, ол сондай танымал әнші болмады деп айтатын болсақ, become such a popular singer. Қараңыздар. Мына жерде сондай деген жай ғана сын есім болғандықтан біз сондай деген so деген сөз. Ал егер сын есімнен кейін зат есім келетін болса, кәдімгі зат есімі бар болатын болса, онда сондай дегеніміз сөз ол such болып кетеді екен. So емес such болып кетеді екен. Және көрдіңіздер ме? Зат есім келгендіктен бұл жерге артикль де келіп тұр. Артикль біз алдында айтқанбыз, иә? Егер зат есімнің алдына артикль қойылады, бірақ зат есімнің алдында сын есім бар болатын болса, онда артикль сын есімнің алдына кетіп қалады деп айттық, иә? She didn't become such a popular singer. Ол сондай танымал әнші болмады. Ал мына жерде ол сондай танымал болмады. Қарап тұрсаңыздар, екеуі де сондай, иә? Бірақ мынау зат есім болған үшін such, мынау зат есім жоқ болған үшін so. Түсінікті де, иә? Келесі, мен бұл жайлы ойланған жоқпын. I didn't. Ойлану, think. I didn't think. Мен ойланған жоқпын. Бұл жайлы about it. About жайлы, туралы, бұл жайлы. Так, мен жоғалтқан жоқпын. Өз ақшамды. Мен ақшамды жоғалтқан жоқпын. I didn't. Жоғалттым деген өткен шақта екінші форма біз lost деп үйренгенбіз. I lost my money. She lost her money деген сияқты. Ал бірінші формасы бізде lose екен. I didn't lose my money. She didn't lose her money. Ол ақшасын жоғалтқан жоқ. I didn't lose my money. Мен ақшамды жоғалтқан жоқпын. Всегда
болымсыз болса, сұраулы сөйлем болса, всегда бірінші форма қолдан. Жалпы бүкіл жерде present simple'дың жаңағы барлығында жаңағы бірінші форма қолданылады. Келер шақтың барлығында бірінші форма қолданылады. Өткен шақтың барлығында тек қана болымдыда ғана бірінші форма емес, қалған болымсыз сұраулыда бірінші форма қолданылады. Соңғы сөйлем, сенің ақшаңды ұрлаған жоқпын. Өткен шақта I didn't steal. Ұрлау, я? Steal, stole, stolen, я? Ұрлау бізде. Stole өткен шақта ұрладым деп айтатын болса, ұрлаған жоқпын десек, онда бірінші форма I didn't steal сенің ақшаңды. Your money. Оның ақшасын your money. I didn't steal your money. Мен сенің ақшаңды ұрлаған жоқпын. Барлығын басынан бастап бір қайталап шығайық. Negative form, болымсыз сөйлем. Болымды сөйлем болған кезде ed қосылады дұрыс етістікке, дұрыс емес етістіктің екінші формасы қолданылады. Ал болымсыз сөйлемде, яғни I, you, we, they, he, she'тің барлығына didn't қосылады екен де, содан кейін verbтің өзі қосылады. Яғни ешқандай edсіз, ешқандай екінші формасы емес, кәдімгі verbтің бірінші формасы деп те жазуға болады. Жарымай осылай, verb бірінші форма деген сияқты. I didn't play. Мен ойнаған жоқпын. I didn't see you yesterday. Мен оны кеше көрген жоқпын. I didn't find your keys. Мен сенің кілттеріңді тапқан жоқпын. She didn't know what to say. Ол не айтарын білген жоқ. She didn't thank them for help. Ол оларға көмек үшін рахмет білдірмеді. Рахмет айтпады немесе. We didn't like the film. Бізге фильм ұнаған жоқ. Бір ана кинотеатрдан шығып келе жатамыз ғой. Сол кезде қолданылатын сөз, иә? Уже көріп болған соң, яғни ұнатқан жоқпыз деген сияқты. I didn't remember the correct answer. Мен дұрыс жауабын есіме түсіре алмадым, мысалы. Есімде болған жоқ немесе. I didn't want to study there. Мен ол жерде оқығым келмеді. Яғни қазір келмейді деп тұрған жоқпыз. Мен ол жерде оқығым келмейді деп айтып тұрған жоқ. Келмеді деп өткен шақта айтамыз. Себебі didn't. Ал мен ол жерде оқығым келмейді деп айтқымыз келсе, онда present simple'ды қолданамыз. I don't want to study there. I didn't solve this task. Мен бұл есепті шығарған жоқпын. Так, I didn't know how to solve it. Мен бұны қалай шығару керек екенін білген жоқпын. She didn't tell me all the truth. Ол маған барлық шындықты айтқан жоқ. I didn't agree with you. Мен сенімен келіскен жоқпын. I didn't believe him at first. Мен оған басында сенген жоқпын. He didn't help us. Ол бізге көмектескен жоқ. I didn't go to school last week. Мен өткен аптада сабаққа барған жоқпын. I didn't understand you. Мен сізді түсінген жоқпын. Немесе мен сендерді түсінген жоқпын. She didn't become so popular. Ол сондай танымал болған жоқ. She didn't become such a popular singer. Ол сондай танымал әнші болған жоқ. I didn't think about it. Мен бұл жайлы ойланған жоқпын. I didn't lose my money. Мен ақшам деген, яғни өзімнің ақшам, я? Жоғалтқан жоқпын. I didn't steal your money. Мен сенің ақшаңды ұрлаған жоқпын. Мінекей балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Енді келергі сабақта ары қарай біздің дұрыс емес етістіктерімізді жалғастыратын боламыз. Олай болса, барлықтарыңызға сәттілік. Сабаққа қатысқандарыңа рахмет. Сау болыңыздар.